Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді дубайский чизкейктің құрамымен бөлісемін. Шоколадты құрғақ печеньені блендерден өткізіп, оған ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнтақ бір-біріне жабысып, және де дымқылдау болуы тиіс. Видеодағыдай қолдарыңызбен қысып көріңіздер. Пирогтың формасын дайындаймыз, яғни бізге осындай кольцо керек. Оның жан-жағын фольгамен қаптап, астыңғы жағына пергамент қағазын төсейміз. Жаңағы дайындап алған ұнтағымыз жабысып дұрыстап пісу үшін біз форманы жақсылап майлап аламыз. Келесі формаға ұнтақты видеодағыдай салып шығамыз. Формаға ұнтақты қасықпен қаттырақ итере отырып жабыстырамыз. Достар, егер видеодағыдай жасасаңыздар, сіздердің чизкейктеріңіз дұрыс шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай бокалмен де бортиктарын жасап алуға болады. Енді 20 минутқа морозильникқа қоямыз. Келесі чизкейктің кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр және оған қантты салып, творожный сыр жұмсарғанша жақсылап венчикпен араластырамыз. Енді творожный сырға 2 жұмыртқаны салып, біркелкі сұйықтау консистенция болғанға дейін араластырамыз. Міне бізде осындай сұйықтау консистенция шығу керек. Енді оның үстіне калибаут шоколадын және де 33%-ық клейгейді құйып, жақсылап біркелкі консистенция болғанға дейін араластырамыз. Енді творожный сырды жаңағы формамызға біркелкі етіп саламыз. Творожный сырдың бетін осындай кондитерлік күрекше немесе шпательмен біркелкі қылып тегістеп аламыз. Келесі чизкейкті алдын ала қыздырып алған пешке саламыз және де оның астыңғы жағына 250 грамм суды құйып, водяной баняда пісіреміз. Чизкейк дайын болғанда духовкадан алмай 40 минуттай суытып аламыз. Енді кадаифи қамырын пышақпен видеодағыдай бөліп шығамыз және де қызып тұрған табаға 70 грамм майды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Енді қуырылған қамырға фисташка пастасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі ерітілген шоколадқа 33%-ық клейгейді құйып, жақсылап біркелкі консистенция болғанға дейін араластырамыз. Не достар, біздің чизкейкіміз осылай болып пісті. Енді жан-жағындағы фольганы, пергамент қағазын аламын. Енді дайын болған чизкейктің бетіне жаңағы начинканы біркелкі қыла отырып саламын.
Келесі чизкейктің бетіне дайындап алған ганашты біркелкі етіп құйып шығамын. Ганашты құйып болған соң чизкейкті 10 минутқа холодильникқа қоямыз. Міне достар, біздің чизкейк дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шыққан, дәмі де өте керемет екен. Осы рецептпен пісіріп көрулеріңізге болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.